Саламатсыздар ма? Бүгін менің атым Еркінова Арунас. Мен сіздерге мақта ағыс пен мысық туралы ертегі айтамын. Бір күні мақта ағыс пен мысық дос болыпты. Сосын мақта қыз үйін сыпырып жүріп, бір мүйіз тауып алады екен. Сосын ол мышығын шақырады екен. Мышығы келмей мүйізді өзі жеп қояды екен. Сосын мышық келеді да, мақта қыз, сен мені неге шақырдың дейді. Ол мақта қыз айтқысы келмеген соң мышық айтады: неге айтпайсың? Онда мен сенің сүтіңді төгіп тастаймын. Мақта қыз айтады: онда мен сенің құйрығыңды кесіп аламын дейді. Сосын мақта қыз оның құйрығын кесіп алады екен. Сосын мышық сиырға барады екен. Сиырдан ол сүт сұрайды екен. Сосын сиырдан сұрайды: сиыр, сен маған сүт берші дейді. Сен маған жапырақ бер дейді. Сосын ол ағашқа барады. Сосын ағаштан сұрайды: ағаш аға, сен маған жапырақ берші дейді. Сен маған су бер дейді. Сосын қыздарға барады екен. Сосын қыздардан су сұрайды екен. Қыздар, сендер маған су беріңдер. Қыздар айтады: сен маған сағыз бер дейді. Сосын ол дүкеншіге барады екен. Дүкенші, сен маған сағыз берші дейді. Сосын ол айтады: сен маған жұмыртқа бер дейді. Сосын жұмыртқаны алу үшін тауыққа барады екен. Сосын мышық айтады екен: тауық, сен маған жұмыртқа берші дейді. Сен маған дәм бер дейді. Сосын ол жүріп баратып тышқанды көріп қалады екен. Тышқанды ұстап алып, тышқанға айтады екен: тышқан, сенің ініңде не бар дейді. Менің інімде дәм бар дейді. Сосын соны алып шығады екен. Сосын оны мышыққа береді. Мышық дәмді тауыққа береді екен. Тауық оған жұмыртқа береді. Жұмыртқаны дүкеншіге береді. Дүкенші оған сағыз береді. Сағызды қыздарға береді. Қыздар су береді. Суды талға құяды. Сосын тал жапырақ береді. Жапырақты сиырға береді. Сиыр сүт береді. Сүтті мақта қызға береді. Мақта қыз құйрығын береді. Осымен ертегіміз аяқталды.